65 мың халық тұрады. Ешқандай бізде қоғамдық кеңес, депутат деген біздің алда шықпайды. Кім регулировать істеп, кім қалай екен, жазып жатсың хаттамаға, кім қарындас, жазың, ертең осыны ар жағын ары қарай жібереміз нәтижесін. Болмаса жоғарыда шешетін боламыз. Сондықтан мына жерде қазір халық жоқ. Халықтармен ауылда жүргенде сөйлесеміз, ой, оларды қойшы, ой, былай айтып жатамыз, ей, барып бір сұрақтарымды қойыңдар, WhatsApp-та шулағанша дейсің. Қара біреу келмейді міне. Халықта бес-алты белсенді бар осы жерде. Болды. Басқа ешкім жоқ. Сондықтан болашақта мына жерде отырған не үшін міне мына Абилов міне кім Чапай да сіз не үшін біздің ауылдың адамдарын өткізбедіңіздер сонда? Сол жер түсініксіз да? Ана қоғамдық кеңеске болсын басқасына. Сол жерде төраға болып отырсыз. Жақсы, енді ол вопросты кейін хатпен жолдап, оның ответін алатын боламыз. Сосын екіншіден мына Рашидтің айтып жүрген жол дұрыс әңгіме. Ана не деді ғой? Генплан туралы, бас жоспар. Бас жоспар кезінде былай болған. Бас жоспарды ауыстыру үшін бір ауылды көркейту мақсатында деген дұрыс әңгіме. Ал ана жерден бір производственный отделді, производственный территорияны жеке үй салған үшін соларды құжаттандыру ақсанда сондай сылтаулармен құйтырқы әрекеттерді кіргізіп барлық жердің бәрін пожарный проходтар жауып тастады. Стол балалары үйлерге кіріп кетті қазір. Осы МЧС-тің бастығы бар ғой да? МЧС-тің бастығы сізге сұрақ. Сіз біздің ауылға келіп көрдіңіз ба? Ана стол балаларды біреулердің шарбағының ішінде тұр, высоковольтный зданияның астындағы ғимараттар тұр. Соларды көрдіңіз ба? Қазір шығайық та барайық, санайық, саусағымен санап бере, 40-50 санап бере. Солардың бәрі қауіпті аймақ болып саналады. Ана білесіз ғой, Зонгилабадқа 20 метр жақындамау керек екен. 20 емес астында зданиялар тұр. Оны ешкім көрмеген болып, бәрі жүреді да былай болып. Мен оны былтырда алдыңызда жиналыстан айтып жатырмын. Нәтиже жоқ. Сіздер айтатын жауаптарын білемін, жатқа білемін. Бізде құтқаруға келеміз. Бізде алдын ала тексеру функциясын алып тастаған. Егер жер сілкініп кетсе, үй жарылып кетсе, біз келеміз. Өліп қалғаннан кейін да. Алдын алу жұмысы сіздерде алып тасталынған да. Дұрыс па? Дұрыс айтып отырмын ғой да. Сіз сөйлеп айттыңыз, сіздерде Қарасаев куә ғой, Қарасаевтың өзі айтты. Мыналарда сіздерден алып тастаған. Манағы нені, алдын алу, қазір дейтін, архитектура жұмыс жасамайды ғой, бірінің үстіне бір міңгестіп здание салып жатыр ғой. Сонда МЧС қол қоймай манағы, бүйгінок толтырмайды деген МЧС оны бүйгінок толтыра ма? Бүйгінок толтырмайды. Көрдің ба, өзі сіздерде қадағалау процесі жоқ. Себебі сіздер қазір шыққан көрсетен, ол екінші сұрақ болып қала берсінші. Сосын мана тоғаз дейміз я, тоқ бізде дейтін көбейіп көрген жоқ қой, басқа ашылған тоқ дейтін. Баяғы өзің білесің ғой, ағаш қолдалар тұрғанда аз еді ғой. Нор жүргенде хат жанатын болды да. Содан кейін көбейген жоқ қой. Бір кезде көбейді дейтін жер жоқ. Ол кезде бір жалғыз трансформатор мен отыр. Мінекей қазір 38 трансформатор бар. Жоқ, түсініп отыр. Мен айтып болайын, қара. Біздерде көбіне мына бизнес орналығына ресторан салады, супермаркет салады, басқа. Бәрі біздің тоққа келіп мініп алып, біздің ауылдың тоғына. Халыққа тоқ жоқ болып қалды. Халық страдать етіп отыр. Ана жерде басқаларында жарқырап ресторан толып тұр. Ол бізге ресторанның көптігінен бізге пайда жоқ халыққа. Ол халықтар наоборот үйіне бармайды. Рашид айтқандай, үйіне келесі көшеден барады. Жолдың бәрін жауып тастағанда жазып отырсыз протоколға, ертең осыны барып кімнен Матаев базардан аламын ана протокол, сосын ары қарай жіберемін нәтижесін болдыру үшін. Сол осыларға енді қалай жауап бересіз? Не үшін манағындай ана жердегі дүкен салып тастаған Түркменбаеваның үйі дүкені дедік. Ал енді келді де соны антикор айтады. Атқарушы орган сотқа беру керек деді. Заң бойынша. Сіздер сотқа бердіңдер ма? Шештіңдер ма? 27 объектін шығардық, заңсыз құрылыс деп, түсініксіз ар жағы жоқ, шулап қойдық. Ана былай штраф салдық, бірдеме дегендер бар, нәтиже жоқ, нәтижелі жұмыс жоқ. Түсінесіз ба? Сосын мына жерде мына 4 адам қайтыс болды жолдың бойынан, 4 жолақты жолымыз бар ғой. Соған ең болмағанда уақытша бізге жол салынбай тұрғанда жер асты өткелін салуды айтқанбыз, ұсынысымызды айтқан. Президент Тоқаевтың өзі айтып жатыр, ұсынысын халықтың ұсынысына құлақ асылсын деп жатыр, бірақ ешқандай құлақ асылып отырған жоқ. Даже мына қоғамдық кеңестің өзінің заңы бар, Қазақстан Республикасы заңы. Сонда жазылған халықтың пікірін ескере отырып шешім қабылдау деген жазу бар. Ал ешқандай пікір қабылдаған жоқ. Сөздің бағасын өсіріп жіберді, өзіміз білеміз деп. Халық бейхабар, бәрі отыр. Ол мына заңдылық қайда? Құқықты мемлекетте өмір сүріп жатыр, заң қайсы заң? Ешкім қолданып отқан жоқ оны. Қазір осы жерден шығамыз, тырым-тырақ айтаймыз. Халықтарда не болды? Не бітірдің? Бардың ба деп та стандартты біздерде спектакль сияқты болып барады да атчан. Неге сен жерде халық жоқ қой, көріп отырсыңдар ғой. Сұрақ қойыңызшы. Сұрақ қашан еститін боламыз? Қашан халықтың жиі келіп отыратын болады сіздерге сенім артып? Сол сұрақ. Болдыңыз ба? Болды, мана алдындағы сұрақтар сосын мана нені? Игілігіне бардым ғой, неге облысқа, сонда мына мен автодромды сұрағанбыз, біздің мұнай базаны пайдалануға. Автодром дейтін бұрын Союздың кезінде.
Сонда сіз айттыңыз, мен барып өзім қараймын комиссияға. Сол комиссия әлі келген жоқ. Ана автодром әлі тұр, қаңырап, 30 жылдан бері мусор болып жатыр. Бірақ сол күні бүгінге дейін нәтиже жоқ. Енді тағы 30 жыл күтеміз ба, ол сөйтіп тұра бере ма? Сол ғой мына жерде 30 жыл болды ғой, сол тұр ғой, мына іші қаңырап мусор болып жатыр. Мен 2-3 рет видео шығардым, шаршап кеттім, шығара бермейді. Тіпті ұят нәрсе болып кетті ат жағынан. Нұрлан мырза, сіз маған жеке қабылдауыма келдіңіз. Мәселелерді көтердіңіз. Мен сізге айттым, ертең бірге барып, осы Басқұдықты аралап, барлық мәселелер бойынша қарайық дедім. Мен келдім, сіз келген жоқсыз. Звондадым, әне келіп, мен ауылда жоқ кезде сіз келдіңіз. екеуміз келістік, осындай уақытта кездесеміз деп. Ондай болмайды. Мен кінәлі екенмін, жақсы, мен кінәлі, мен келмей қалған екенмін. Мен бүгін осы Басқұдық ауылындамын. Осы жиналыстан кейін барып көрсетіңіз. Автодром бойынша облыс әкімінде біздер бірге болған жоқпыз. Сіз маған ол туралы айтқан жоқсыз. Неге болған жоқсыз? Кім болды? Болдыңыз. Мен Құрақова Зауриш, Басқұдық тұрғынымын. Мен